Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен капуста салатын дайындайтын боламын. Міндетті түрде соңына дейін қарап, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Салатымыз өте пайдалы әрі дәмді болып шығады. 3 минутта ғана жасалынады және қолжетімді заттардан ғана тұрады. Ал бисмилля деп бастайық. Ең бірінші қырыққабатымызды, яғни капустамызды орташа ұзын етіп турайтын боламыз. Өте майда қылып тураудың қажеті жоқ. Орташа қылып турасақ болды. Тураған орам жапырағымызды ыдысымызға салып аламыз. Қызанақты алып, қызанақты да ұзын етіп турамыз қажет. Турап болған қызанағымызды ыдысымызға салып алатын боламыз. Ал енді қиярымызды терка болса теркамен, егер ол болмаса қолмен турауға болады. Ыдысымызға жарты пиала горох саламыз. Оның үстінен бір ас қасық майонез және көз мөлшерімен тұз сеуіп, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, мен басында айттым ғой, өте пайдалы салаттардың бірі деп. Себебі бұда өте көптеген дәрумендер бар. Қант диабетімен ауыратын және де бауыр ауруымен ауыратындарға өте пайдалы. Отбасыңызға, ата-аналарыңызға істеп беретін болсаңыздар, пайдасы орасан зор достар. Неге біздің салатымыз дайын болды, өте аз уақытта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Және көрінісі де өте әдемі емес пе, иә? Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Сіздермен болған Балнұр, қош сау болыңыздар. Менің YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар достар. Онда көптеген рецепттермен және пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.